Өмірде бәрі біз ойлағандай емес. Ақ шаш әлсіздіктің белгісі емес. Кәрілік қауқарсыздықтың нышаны емес. Кейбір адамдарға соқтықпаған абзал. Тіпті олар момын көрінгенмен, еңкіш тартып, ескі жейде киіп, пәтердің тар асүйінде қою шай ішіп отырса да. Өйткені сол тыныштықтың артында нағыз күш, шынайы қуат жасырынуы мүмкін. Ол күш айғайламайды, жұдырғала жүгірмейді, алтынмен мақтанбайды. Ол тек үнсіз күтеді. Бұл хикая үш бұзақының түрменің басты қағидасын. Судың түбін білмей, сүңгіме дегенді ұмытып, қалай опық жегені туралы. Оқиға орталық Қазақстандағы өндірістік қала Теміртауда болды. Зауыттар, шахталар, сұр түсті 5 қабатты үйлер. Осында үйлердің бірінде 3-ші кіреберіс, 2-ші қабат, 18-ші пәтерде бір қария тұратын. Ол өте қарапайым, көзге түсе бермейтін Асанбай ақсақал еді. Асанбай ақсақал 82 жаста, жалғыз басты. Жұбайы бақилық болғанына 20 жыл болған. Балалары жоқ, жалғыз тұрады. 2 бөлмелі тар пәтерінде бәрі ескіше. Төбесі аласа, түсқағаздары ескірген. Жиһаздары сол баяғы заманнан қалған. Қарияның өзі шағын денелі, бойы 1 метр 65 сантиметр, қаққан қазықтай арық. Арқасы сәл еңкіш тартқан. Баяу басып, ескі кебісін сүйретіп жүреді. Үйде үнемі аппақ, созылып кеткен ішкі жейде мен резеңкелі сұр спорттық шалбар киіп жүреді. Беті әжімді, иегінде ақ селдір сақалы бар. Көздері сұрғылт, үнемі төмен қарап, немесе алысқа үміліп жүреді. Дауысын еш қашан көтермейді. Көршілері оны сирек көреді. Тек нан, сүт немесе шай алу үшін ғана сыртқа шығады. Асүйіндегі ескі шәйнегіне қою етіп, ащы шай демдейді. Оның исі бүкіл дәлізге жайылады. Зейнетақысы 48 000 теңге. Соғыс ардагері ретінде берілетін төлемі бар. Тамағына, пәтер ақысына әрең жетеді. Бір серігі бар. Сары мысық Ақжол. Ақжол кәрі, жуас, жалқау мысық. Күнге қыздырынып терезе алдында жатады. Қария оны жақсы көреді. Тамағын беріп, онымен сөйлеседі. Басқа тілдесетін ешкімі де жоқ. Көршілері оны бұрынғы зауыт жұмысшысы, қартайып күнін көріп жүрген біреу деп ойлайтын. Бірақ бұл жай ғана тыныштық еді. Ал қабырғаның арғы жағына жаңа көршілер көшіп келгенде бәрі өзгерді. 19-шы пәтерге жасы 25-тен аспаған 3 жігіт жайғасты. 1990-шы 7-ші жылдың жазы еді. Олар қара түсті жапондық зәулім көлікпен келді. Музыкасы гүрсілдеп, бүкіл маңайды басына көтерді. Үшеуі де тақырбас, денелі, қолдары мен мойындарында тірме таңбалары. Саусақтарында ірі алтын жүзіктер. Мойындарында жуан алтын алқалар. Сәнмен киінген. Қымбат спорттық костюмдер, су жаңа аяқ киімдер. Беттерінде озбырлық пен өзіне деген сенімділік байқалады. Бұлар көшенің серкелері, жас әрі шектен шыққан қылмыскерлер. Көшбасшысы Көкжал, шын есімі Алдаберген. Ең ірісі де мықтысы да осы. Бойы 190 сантиметр. Кең иықты, бұлшық еттері сыртқа теуіп тұрған дәу. Жүзі төртбақ, иегі ауыр. Көздері суық, іші бос адамдай қарайды. Мойнындағы таңбалары оның түрме көргенін білдіреді. Ол бопсалаушы, қарақшы. Айналасына сес көсетіп, салық жинап жүретін біреу. Екіншісі кеміргіш. Шын есімі Сәрсен. Бойы 185 сантиметр. Арық, сіңірлі. Беті егеу құйрық қақсайды. Мұрны өткір. Көздері ойнақшып тұрады. Жүгірме пысық, бірақ өте қауіпті.
Етігінің қонышына үнемі қолдан жасалған өткір біз тығып жүреді. Бір ауыз сөз үшін пышақ жұмсаудан тайынбайды. Үшіншісі дөңбек. Салмағы 130 келі, бойы 175 сантиметр. Нағыз ет тауы. Ақымақ, бірақ өте күшті. Көкжал не айтса соны істейді. Ұр десе ұрады. Сындыр десе сындырады. Сұрақ қоймайды, ары жоқ. Құдды бір соқыр машина іспеттес. Олар бұл пәтерді қалай иемденгені белгісіз. Бұрынғы иесі қорқып қашып кеткен болуы керек. Енді бұл жер олардың ордасы. Күнде арақ шарап, айғай шу, жат әуендер. Көршілер қорқып үндемейді. Тәртіп сақшылары да оларға тиіспейді. Көкжалдың көкелері бар. Шегі жоқ озбырлық. 2 аптадан соң олар Асанбай ақсақалды байқап қалды. Қария пәтерінен баяу басып шығып бара жатқан. Көкжал баспалдақта темекі шегіп тұрып, көзін сығырайтты. Қария үндемей жанынан өте берді. Көкжал түкіріп жіберіп, «Ей, ақсақал, тоқта!» деді. Ақсақал тоқтап, артына бұрылды. «Қай пәтерденсің?» деп сұрады Көкжал. 18-ші, деді қария бәсең дауыспен. «Жалғыз тұрасың ба?» Ақсақал басын изеді. «Зейнетақың бар ма?» «Бар». Көкжал мысқылдап жымиды. «Олай болса, көрші, біз тату тәтті тұруымыз керек. Түсіндің бе, ақсақал?» «Түсіндім». «Міне, жарайсың. Бара бер», деді Көкжал. Асанбай ақсақал кетіп қалды. Көкжал артынан қарап тұрып, іштей бірдеңені есептеді. Бәрі біртіндеп басталды. Алдымен ұсақ түйектен. «Темекі бер», деді. Қария темекі тартпайтынын айтты. Сонда Көкжал, «Онда темекіге ақша бер, 600 теңге шығар», деді. Ақсақал қалтасынан ескі былғары әмиянын алып, 600 теңгесін ұстатты. Көкжал рахмет айтпастан ақшаны алды да, «Ертең тағы келесің», деп бұйырды. Қария басын изеп кете барды. Келесі күні де, одан кейінгі күндері де оны тосып алып, ақша боп салайтын болды. Күнде 600, 1200, 1800 теңгеден алып отырды. Олар, «Оңай олжа болды, кәрі момын екен», деп күлетін. Кейін тікті құтырып кетті. Бірде дөңбек ақсақалдың пәтеріне келіп, есікті қатты қақты. Асанбай ақсақал есік ашты. «Ақсақал, арам су ішкім келіп тұр. Жүгіріп барып сатып әкел. Мә, мынау ақшаң», деп 3000 теңге ұстатты. «Өзің бармайсың ба?» деді қария ақырын. «Шаршап тұрмын, тезірек барып кел». Ақсақал үндемей ақшаны алып, дүкенге барып қалағанына келіп берді. Дөңбек рахмет те айтпастан есікті тарс жауып алды. Содан бері қарияны жұмсайтын болды. Біресе арам суға, біресе сыраға, біресе темекіге. 80-нен асқан науқас қария олардың айтқанын істеп үндемей жүре берді. Мүмкін қорыққан болар, мүмкін ерегіскісі келмеген болар. Бірде кеміргіш бірінші қабаттағы терезе алдында күнге қыздырынып жатқан сары мысық Ақжолды көріп қалды. Терезе ашық тұрған. Кеміргіш сырттан келіп, «Кіс-кіс», деді. Мысық селт етпеді. Оған ашуланған кеміргіш жерген тас алып, мысыққа қарай лақтырып жіберді. Тас мысықтың қабырғасына дәл тиді. Ақжол жан дауысы шыға шырқырап, үйдің ішіне қарай қашып кетті. Кеміргіш қарқылдап күліп кете барды. Асанбай ақсақал мысықты диванның астынан тауып алды. Мысық қалтырап тұр екен. Жаны сіп көгеріп кетіпті. Қария оны ақырын сипалап көрді. Сүйегі аман екен. Сүт беріп оны шұбатты. Мысық сүтін ішіп жата кетті. Ақсақал қасында үнсіз отырды. Оның қолдары кәрліктен емес, ішіндегі мұздай суық, терең ашудан қалтырап тұрған еді. Бірақ әлі де үндемеді. Шыдады. Жұма күні кешкісін Көкжал мен Дөңбек қарияның үйіне келді.
Есікті жұдырықпен ұрып айғайлады. Ақсақал есік ашты. Ақсақал, зейнетақы алдың ба? Деді көкжал. Алдым. Қанша? 48 000 теңге. Әкел бері, деді көкжал беріп. Неге? Бұл ортақ қазынаға. Біз осы ауданды бақылап, тәртіп орнатып жүрміз. Бізге көмектесуің керек, түсіндің бе? Бұл менің зейнетақым ғой. Оған мен өмір сүруім керек. Көп сөйлеме, тезірек әкел, уақытым жоқ. Ақсақал бөлмеге баяу басып кіріп, сандығынан ақша салынған хат қалтаны келіп берді. Көкжал ақшаны санап, жақсы, келесі жолы алған бойда өзің әкеліп беріп тұр, деді. Екеуі күліп ойнап кетіп қалды. Асанбай ақсақал 1 ай бойы ақшасыз қалды. Қалай күн көреді? Қоймасында аздаған жарма, макарон, консервілер бар екен. Оған шыдауға болады, бірақ мысығын тойдыру керек. Өзі аш қалса да мысығына тамақ тауып берді. Үндемеді, ешкімге шағымданбады, ештеңе сұрамады. Бұл қазақы, байсалды, үнсіз намыс еді. Шілде айы өтіп, тамыз басталды. Теміртаудың аптап ыстығы мен қапырық ауасы қабырғалардан өтіп дем алдырмайтын. Көрші пәтердегі музыка күн-түн демей ақыртып тұратын. Ақсақал ұйықтай алмай төбеге қарап жатып, бәріне шыдайтын. Кім көмектеседі? Тәртіп сақшылары да, басқалар да жоламайды. Ол жапа жалғыз. Әлсіз, қауқарсыз қария болып көрінетін. Бәрі солай ойлады. 9 тамыз сенбі. Әдеттегідей ыстық күн. Ақсақал ас үйде қою шайын ішіп, терезеге қарап отырған. Кенет ауладан қуатты қозғалтқыштардың гүрілі естілді. Қараса, аулаға 3 бірдей Гелендваген. Қара түсті, терезелері қап-қара. Су жаңа, қымбат көліктер кіріп келе жатыр. Олардың артынан қара түсті Волга көлігі ілескен. Нағыз салтанатты тізбек. Олар 3-ші кіреберістің алдына келіп тоқтады. Есіктер ашылып, ішінен сымбатты, айбынды адамдар шыға бастады. 1-ші көліктен қара костюм, ақ жейде киген, галстук таққан 2 дәу шықты. Бұлар кәсіби оққағарлар екені бірден байқалады. 2-ші көліктен де сонда 2 адам түсті. 3-ші көліктен ең басты адамы шықты. Жасы 50-лер шамасында, бойы ұзын, арықша келген, сұр түсті қымбат италиялық костюм киген. Жүзі қатал, қабағында және бетінде тыртықтары бар. Шашына ақ кірген, артқа қарай тараған. Көздері болаттай суық. Бұл қаланың, бәлкім бүкіл облыстың сөзін ұстайтын, нағыз беделді жан екені көрініп ақтыр. Волгадан жасы 60-тан асқан тағы 3 ақсақал шықты. Олар қарапайым былғары плащ киген, бірақ жүздерінен өмір көрген, талай асудан өткен заңды ұрлар екені білінеді. Бұлар қылмыс әлемінің элитасы. Үйдің тұрғындары терезелерден, балкондардан сығалап, бұлар кімдер? Кәдімгі 5 қабат үйге неге келді? Деп таңырқап қарап қалды. Неге? Кімге? Көкжал мен кеміргіш 19-шы пәтердің балконына атып шығып, азуы топтың тізбегін көрді. Көкжал аң-таң болып есеңгіреп қалды. Мұндай деңгейдегі адамдардың келуі мүмкін емес. Ол мұндай биік шенділерді танымайтын да, оларға деңгейі де жетпейтін. Бірақ кенеттен, мүмкін бастықтар тексеріп жүрген болар. Немесе жоғарыдан сәлемдеме әкелген шығар, деген ой қылам берді. Ол қобалжи бастады. Кеміргіш, тез, дөңбекті шақыр, шығып күтіп алайық. Бір маңызды адамдар келді, деп бұйырды. Олар тез сәнді киіне бастады. Спорттық киімдерін іліп, барлық алтындарын, алқаларын, жүзіктерін, сағаттарын тағып алды. Бізде оңай емеспіз, дегендей айбын көрсетпек болды. Кіреберістен атып шыққан көкжал алға озып, езуі жиылмай амандасуға қолын созды.
Бастық оған суық, жиіркенішті әрі менсінбеген жанармен бір қарады. Оның қасынан бос кеңістіктен, ауадан өткендей елемей өте шықты. Сөзіне де, қолына да жауап бермеді. Көкжал созған қолы ауада, күлкісі бетінде қатып қалды. Бұл қалай, неге деген сұрақ ішінде қалды. Беделді топ серіктерімен бірге кіреберіске кіріп, екінші қабатқа көтерілді. Олар 18-ші пәтердің, яғни Асанбай ақсақалдың есігінің алдына тоқтады. Есікті ақырын, сыпайылықпен әрі құрметпен қақты. Іштен үнсіздіктен соң баяу басқан, кебіс сүйретілген дыбыс естілді. Ақсақал есікті ашты. Алдында костюм киген, плащ жамылған азулы топ тұр. Ол үнсіз қарап тұрды. Топтың бастығы басындағы бас киімін шешіп, беліне дейін иіліп тағзым етті. Асанбай аға, ақсақалым, амансыз ба? Кіруге рұқсат па? Деді ол үлкен кішіпейілдікпен. Қалғандары да бастарындағы бөріктерін, кепкаларын шешіп, үнсіз құрметпен иілді. Ақсақал 1-2 секунд үндемей тұрды да, «Кіріңіздер», деп басын изеді. 8 адам 2 бөлмелі тар пәтердің дәлізіне жиналды. Іші тар болып кетті. Бастық қарияның қасына келіп, оның оң қолын алып, еріне басып, қасиетті жәдігердей сүйді. «Асанбай аға, абыз ақсақалым, кешіріңізші, хабарласа алмай кеттік. Тіршілік, дүние қумен жүріп, ұмытып кеткендей болдық. Бірақ сізді бір сәтте естен шығарған емеспіз, ешқашан», деді ол. Ақсақал үнсіз басын изеп, «Ас үйге өтіңіздер, отырып сөйлесейік», деп ишара етті. Көкжал сыртта кеміргіш пен дөңбекпен бірге есеңгіреп, не болғанын түсінбей тұр. Мұндай деңгейдегі адамдар анау момын шалға неге келді? Дөңбек ақымақтана. «Көкжал, бұл не болды?» деп сұрады. Көкжал, «Жап аузыңды, ойланып тұрмын», деп қысқа қайырды. Кеміргіш қобалжып, «Мүмкін туыстары шығар?» деді. Көкжал, «Қандай туыс? Қолды қалай сүйгенін көрдің бе? Туысты олай қарсы алмайды. Бұл тек...» деп сөзін жұтып қойды. Ол кенет қатты қорықты, өңі бозарып кетті. Кеміргіш, «Не болды?» деп сұрады. Көкжал сыбырлап, «Ол беделді тұлға. Анау ақсақал нағыз абыз, үлкен тұлға екен. Не істеп қойдық?» деді. Кеміргіш, «Мүмкін емес, ол жай ғана момын еді ғой», деді. Көкжал, «Аузынды жап, үйге кірейік те, дыбысымызды шығармай отырайық. Бәлкім аман қалармыз», деді. Ас үйде Асанбай ақсақал, бастық және 2 кәнігі заңды ұры үстел басында отырды. Қалған оққағарлар бөлмеде есік алдында тұрды. Ақсақал шәйнек қойып, нағыз түрме заңымен қою ашы шәйден кеді. Ескі эмальданған кеселерге құйып берді. Олар шәйден ұрттап отырды. Ақсақал да өз қалтасынан темекісін алып тұтатты. 1-2 минут үнсіздік орнады. Бастық тыныштықты бұзды. «Ақсақал, денсаулық қалай?» «Жүріп жатырмыз. Бір нәрсе керек пе? Көмек берсек?» Ақсақал басын шайқап, «Керек емес, өзім», деді. Бастық, «Бала-шаға, немерелер?» деп сұрады. «Жоқ, жалғызбын». Бастық күрсініп, «Жалғыздық қиын ғой, осындай заманда», деді. Ақсақал, «Әдет болып кеткен», деп қысқа қайырды. Бастық ақсақалдың пәтеріне, жұпыны жиһаздары мен ескі киімдеріне мұқият қарап, оның мұқтаж екенін түсінді. Ақырын сұрады. «Аға, ортақ қазынадан керек пе? Қанша қаласаңыз сонша алыңыз. Ол сіздікі, хақыңыз бар». Ақсақал тағы да басын шайқады. «Керек емес балам. Мен тыныштыққа кетерде ештеңе алмаймын деп кеткенмін. Бәрін таза өткізіп бердім. Солай өмір сүріп жатырмын». Бірақ ақсақал сөзін бөліп, «Жетті. Өзім шешкендей өмір сүремін. Араласпа».
деді. Бастық үндемей басын изеді. Құрмет көрсетіп, артық сұрамады. Отырған қарт ұрылардың бірі үнсіз дем алып отырып, кенет: «Асанбай аға, 1953 жылғы қолымадағы 17-ші барақ есіңізде ме?» деп сұрады. Ақсақал оған мұқият қарап, танып, есіне түсірді де басын изеді. «Есімде, сен сол кездегі бақылаушы Қали емессің бе?» деді. Қария басын изеп, өткен күндерді еске алды. Қали ақсақал жеңімен көзін сүртті. Ескі естеліктердің жасы. Өткен күннің ащы елесі. Саят беделді тұлға, үнсіз тыңдап, бәрін түсініп отырды. Оның алдында аңыз адам, тірі аңыз отырған еді. Ұрылар әлемінің абызы 50-60 жылдары бүкіл одақтың ортақ қазынасын Апшақ ұстаған тұлға. Оған бәрі сенетін. Ұрылар да, бақылаушылар да, бүкіл елдегі сөз ұстағандар да. Өйткені ол нағыз ескі мектептің өкілі. Әділдік пен сертке берік, ар намысты бәрінен биік қойған заңды ұры еді. Мұндай адамдар саусақпен санарлық қана. Олар жойылып бара жатқан асыл тұқымның соңғы тұяғы. Асанбай ақсақал: «Неге келдіңдер?» деп сұрады. Саят: «Сізді көріп амандасып қайтайық дедік. Жағдайыңызды біліп, көмек керек болса, қол ұшын созайық деген ниет қана», деді. Ақсақал: «Рахмет балам, ештеңе керек емес, бәрі жақсы». Саят сәл ыңғайсызданып: «Аға, бір жеке сұрақ қойсам бола ма?» деді. Ақсақал басын изеді. «Неге мұнда мынандай жыпыны үйде таршылықта тұрасыз? Басқаша өмір сүруге мүмкіндігіңіз бар еді ғой». Ақсақал мысқылдай жымиды. «Шаршадым балам. Ол өмірден де, бос даңғазалықтан да, озбырлықтан да шаршадым. Бұрын намыс, ар, серт деген ұғымдар болатын. Ұрының да өз заңы бар еді. Ал қазір не болды? Жабайлық, берекесіздік. Көшедегі кешегі балалар қолдарына қару алып, кім көрінгенді тонап өлтіріп жатыр. Мен мұның еш қайсысына қатысқым келмейді. Тыныштыққа еттім. Ешкімге тиіспеймін. Жай ғана өмір сүріп жатырмын». Саят түсінгендей басын изеді. «Дұрыс, бұл шешіміңізді құрметтеймін». Олар тағы біраз отырып, өткенді, түрмедегі күндерді, ортақ таныстарды, кімнің тірі, кімнің бақилық болғанын еске алды. Жылы естеліктер, ескі хикаялар айтылды. Қоштасар сәтте Саят: «Аға, егер бірдеңе керек болса, мына мекенжайға хабарласыңыз», деп қағаз ұстатты. «Біреулер мазаңызды алып ренжітіп жүрсе, бір ауыз сөз айтыңыз. Бәрін тез шешеміз». Асанбай ақсақал сәл ойланып тұрды да, басын шайқады. «Керек емес, өзім шешемін». Саят таңғалып: «Сеніміңіз кәміл ме аға?» деді. «Кәміл». «Жақсы, айтқанымыз болсын. Бірақ көмек керек болса, еш қымсынбаңыз». Олар төмен түсіп, көліктеріне отырып, жүріп кетті. Салтанатты тізбек көзден ғайып болып, аула қайтадан тынышталды. Көршілер терезеден сығалап, не болғанын түсіне алмай, үнсіз қалды. Мұндай адамдардың келуі үлкен қауіп немесе үлкен құрмет екенін сезетін. Көкжал пәтерінде диванда сұлық жатыр. Кеміргіш темекіні бірінен соң бірін тұтатып, бөлме ішінде ары-бері жүр. Дөңбек әдеттегідей бірдеңе шайнап отыр. Үшеуі де үнсіз. Көкжалдың ойы сансаққа жүгірді. Ақыры ол: «Біттік», деді сыбырлап. Кеміргіш: «Неге?» деді. Ол шал, жай адам емес. Ол заңды ұры. Нағыз абыз. Көрдің бе? Аналар келіп қолын сүйді. Ал біз не істедік? Оны қорладық. Ақшасын тартып алдық. Мысығын таспен аттық. Өзімізге жұмсадық. Егер аналар мұны білсе, бізді тірідей жерге көмеді.
Кеміргіштің өңі бозарып кетті. Енді не істейміз, көкжал? Білмеймін, ойлану керек. 1 күн, 2 күн, 5 күн өтті. Ақсақал сыртқа шыққан жоқ, көрінбеді. Көкжалдың мазасы кетті. Ол әне-міне келіп, өздерін алып кететіндей үреймен күтті. Бірақ ешкім келмеді. Сұмдық тыныштық. Мүмкін шал кешірген болар. Мүмкін ешкімге айтпаған шығар, деген әлсіз үміт пайда болды. 5-ші күні кешкісін есік қағылды. Көкжал дірілдеп кетті. Келді. Мақ солар келді. Ол кеміргішке есікті ашуды бұйырды. Есік ашылғанда, босағада Асанбай ақсақалдың өзі тұр екен. Жалғыз, күзетсіз, оққа қарсыз. Көкжал сасқалақтап, «Ақсақал, кіріңіз, төрлетіңіз», деді. Қария бөлмеге кіріп, төрге жайғасты. Үшеуі де алдында тік тұр. Үнсіздік орнады. Ақсақал оларға ұзақ қарап тұрды да, баяу дауыспен: «Балаларым, сендер қатты қателестіңдер. Мені момын, әлсіз, қорғансыз деп ойладыңдар. Қорлауға, зейнетақымды тартып алуға, намысыма тиюге болады деп шештіңдер», деді. Көкжал ақталып, бірдеңе айтпақ болды. Ақсақал қолын көтеріп, ишара етті. «Тыңда, мен бір-ақ ауыз сөз айтсам, ертең-ақ сендер бұл дүниеде болмас едіңдер. Үн-түнсіз, ешқандай іссіз жоқ болып кетер едіңдер». Көкжалдың өңі қуарып, басын изеді. Ол мұның шындық екенін жақсы білетін. «Бірақ мен олай істемеймін. Ешкімге тіс жарған жоқпын». «Неге екенін білесіңдер ме?» деп сұрады ақсақал. Көкжал басын шайқады. «Өйткені бұл қария қан төгуден, кек алудан, соғыстан әбден шаршады. Өмір бойы заңмен, сертпен өмір сүрдім. Өзімнің де, өзгенің де қанын төктім. Аз төккен жоқпын. Жетті, жалықтым. Ендігі қалған өмірімде тыныштық пен сабыр керек». «Түсінім бе, Көкжал?» деді Асанбай ақсақал сабырмен. Көкжал сескене сөйлеп: «Түсіндік, ақсақал», деді. «Олай болса, бір уәж болсын». «Қандай, ата?» «Сендер бұл пәтерден, бұл үйден тез арада көшесіңдер. Ертең, бүрсігүні, әрі кетсе 1 апта уақыт беремін. Сосын бұл қаладан біржолата кетіңдер». «Ал егер кетпесек ше?» Көкжалдың ішіндегі соңғы озбырлық оянғандай болды. Ақсақал оған ұзақ, мұздай, суық жанармен қарады. Ештеңе айтпады. Бірақ бұл үнсіздіктің артында не тұрғаны бәріне де түсінікті еді. Көкжал жұтынып қойып, басын изеді. «Кетеміз. Міндетті түрде кетеміз». «Жарайсың. Сосын ақша...» «Менен бопсалап алған ақшаның тиынына дейін қайтарыңдар». «Ақсақал, біз оны жұмсап қойып едік». «Ол сендердің шаруаларың. Қайдан тапсаңдар да, қалай тапсаңдар да, ертең кешке дейін бәрін әкеліп бересіңдер. Түсінікті ме?» «Түсінікті». «Және менің мысығым Ақжолға бұдан былай ешкімнің қолы тимесін. Саусақтарының ұшы тисе». Ақсақал сөзін аяқтаған жоқ. Үйден шығып, есікті сыртынан ақырын жауып кетті. Көкжал диванға соқ түсіп, маңдайының терін сүртті. «Ойбай-ау, зәрем зәр түбіне кетті ғой», деді кеміргіш дірілдеп. «Көкжал, енді не істейміз?» деп сұрады Дөңбек. «Не деді?» «Көшеміз. Бұл жерден қарамызды тез батыруымыз керек». Ертесіне кешке Көкжал ақсақалға бір хат қалта келіп берді. Ішінде 120 000 теңге бар еді. Өздері тартып алған ақшадан да көп. Намысына тиген үшін, мысығы үшін, мазасын алғаны үшін қосылған өтемақы еді. Ақсақал ақшаны алып санап көрді де басын изеді. «Ақсақал, кешіріңіз, білмедік қой», деді Көкжал төмен қарап.
Адамға соқтықпас бұрын оның кім екенін біліп алу керек еді. Енді кеш. Аман саутырғанда тезірек кетіңдер. Ертең таңертең жолға шығамыз. Солай болсын. Таңертең үшеуі де жүктерін тиеп, жол талғамайтын көліктермен артына қарамастан кетіп қалды. Пәтерлері бос қалды. Кейін ол пәтерді жылжымайтын мүлік мамандары арқылы өте арзанға сатып жіберді. Ол жерге жасы келген, сабырлы, өте жақсы бір ерлі зайыпты кісілер көшіп келді. Ақсақал бұған қуанды. Ақыры өмір өз арнасына түсті. Асанбай ақсақал ас үйде қою шайын ішіп, терезеге қарап, сары мысығын сипап отыратын. Мысығы да риза, жанында маужырап жатады. Бәрі тыныш, бәрі өз орнында. Көршілері енді ақсақалға мүлдем басқаша қарайтын болды. Құрметпен, сескене амандасып, ас суын әкеліп, көмектерін ұсынатын. Ақсақал сыпайы түрде: «Рахмет балам, өзім ақ істеймін», деп бас тартатын. Десе де олардың өсергенін сезу көңіліне жылу ұялататын. Арада 6 ай өтті. Саят тағы бір рет жалғыз өзі, күзетсіз, ескі Волга көлігімен келді. Ақсақалдың үйіне көтеріліп, есік қақты. Екеуі шай ішіп, ұзақ әңгімелесті. «Әлгі бұзақылар кетті ме?» деп сұрады Саят. «Кетті». «Тірі ме?» Ақсақал мысқылдап: «Әзірге тірі», деді. «Неге жібердіңіз? Көзін жоюға болар еді ғой». «Жібердім. Саған айттым ғой балам, қан төгуден шаршадым» деп. Саят ойланып қалды. Бұл даналық па, әлде әлсіздік пе? Жоқ, бұл әлсіздік емес. Бұл нағыз күш. Кешіре білу, жібере білу, адам өлтіргеннен де қиын, әрі содан да үлкен күш. Ақсақал үндемеді. Мүмкін солай да шығар. Олар үнсіз темекілерін тартып, әр қайсысы өз ойына шомды. Саят орнынан тұрды. «Аға, өзіңізді күтіміз». «Күтемін. Бірдеңе керек болса хабарласыңыз». «Хабарласамын». Саят кетті. Ақсақал есікті жауып, ас үйге оралды. Өз қолдарына қарады. Әжім басқан, әлсіз көрінгенмен, бір кездері бұл қолдар бүкіл одақтың қазынасын ұстаған, үлкен билікке ие болған, заңды жүргізген қолдар еді. Енді тек шай толы кесені ұстап тұр. Өмір осылай өтті. Шеңбер тұйықталды. Төменнен бастап шыңға шықты. Қайтадан қарапайым, тыныш өмірге оралды. Ол үстіндегі ескі ішкі жидесін шешті. Иығы мен төсіндегі таңбаларға қарады. Иығында 8 қырлы ұрылар жұлдызы. Төсінде айқыштар мен мешіт күмбездерінің суреті. Бүкіл өмірі осы таңбаларда жазылған. Ауыр, қиын, бірақ өткен тарих. Бәрі мәңгілікке аяқталды. Ол жидесін қайта киіп, жұлдыздарын жасырды. Өткенін бүркеп, қайтадан. 3-ші кіреберістегі, 18-ші пәтердегі қарапайым Асанбай ақсақал бейнесіне енді. Қарапайым адамдардың арасындағы қарапайым қария. Осылайша ол өмірінің соңына дейін байсалды, лайықты әрі абыройлы өмір сүрді. Арада 5 жыл өткенде 87 жасында ұйқыда жатып, тыныш қана бақилық болды. Еш қиналмастан ажалды сабырмен қарсы алды. Көршілері оны бір күннен соң ғана байқады. Ақсақал сыртқа шықпаған соң есігін аштырды. Ол төсегінде бейне бір ұйықтап жатқандай жатыр екен. Жанында есінен айырылмаған сары мысығы, Ақжол да қарттықтан бірге жан тапсырыпты. Екеуі бұл дүниеден бірге аттанды. Қалалық зиратқа қарапайым ғана жерленді. Басына ағаштан қарапайым белгі қойылып, үстіне Асанбай ақсақал 1915-2002 жылдар деген жазу жазылды. Ешқандай атақ таңсыз, мақтаусыз, жай ғана пенде.
Бірақ жаназаға бүкіл елден азуы топтар, қара костюм киген беделді тұлғалар, ескі мектептің сөз ұстаған адамдары ағылып келді. Олар үнсіз тұрып, соң қабызды. Ескі мектептің соңғы тұяғын, нағыз сертшіл тұлғаны ақтық сапарға шарп салды. Бір дәуір онымен бірге келмеске кетті. Есіңізде болсын. Жарқырағанның бәрі алтын емес. Үндемегеннің бәрі әлсіз емес. Шаштың ақтығы дәрменсіздіктің белгісі емес. Кәрілік қауқарсыздық емес. Олар кезінде от пен судан өткен, үлкен билік жүргізген, бірақ өз еркімен тыныштыққа кеткен жандар. Олар жай ғана мақтанбай, даңғазалықсыз, қарапайым өмір сүргенді қалайды. Бірақ бұл олардың қорғансыз екенін білдірмейді. Олар тек соғыстан, қан төгуден, бос мақтаннан шаршаған. Оларға тек құрмет пен тыныштық керек. Қарттардарды ренжітпеңіздер. Әлсіздерге соқтықпаңыздар. Момындарды қорламаңыздар. Алдында кім тұрғанын алдын ала біліп алыңыз. Мүмкін ол лайықты демалысқа кеткен аңыз адам шығар. Оған жасаған озбырлығыңыздың сомы қатал әрі бұлжытпас жазамен аяқталуы мүмкін. Көп ұзамай-ақ намыс пен сертке, ұмытылып бара жатқан темірдей, қатаң заңдарға негізделген әділ жаза келеді. Ол заңдарды білетіндер мен құрметтейтіндер әлі де бар.